Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін кепкен мейіз жаңғақ қосып өте дәмді пирог дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен бөлме температурасындағы ерітіліп тұрған майдың үстіне шекерді салып, екеуін біріктіріп жақсылап араластырып шығамыз. Және сонымен бірге менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнделікті үй жағдайындағы қолжетімді заттардан неше түрлі керемет салаттар салынып жатыр. Және де шым-шым тұз саламыз. Үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Енді осының барлығын жақсылап бір келге етіп араластырып аламыз. Пирогымыз жақсы көтеріліп шығу үшін көптеу қозғаймыз. Үстіне сүт, қайнатылған су құямыз. Барлығының грамм мөлшерін төменге описаниеге жазып қоямын. Көпіршік болған араластырамыз. Енді үстіне еленген ұнды саламыз және де қопсытқыш саламыз. Енді барлығын түйіршік қалдырмай араластырамыз. Міне осында қою-қоймалы жын шығады әдемі. Енді барлығын араластырып болған соң үстіне мейіз және жаңғақ қосамыз. Пешімізді алдын ала тығып қоямыз. Пеш қызып тұру қажет. Мейізді және де майдалап туралған жаңғағымызды бірге қосып жібереміз. Бір келгетіп араластырамыз. Енді араластырып болған пирогымызды пергамент қағазы төселген формаға құямыз. Формаға құйылған пирогымызды 170 градуста төменгі температурада пісіріп аламыз. Әркімнің пешіне қарай пісу уақытысы бізде 45 минут уақытта пісті. Осымен дәмді пирогымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.